Мен көбінесе көріп жатырмын видеоларымда желден дұрыс естілмей жатыр даусым. Мына анау 4, мынау міне 2. Мына жерде 3 қайда сонда? Мынаны 3-ші домды кім жеп қойды? Картадан қарайсыз, жаңағы таксилердің картасынан. 1-2 дейді да, әрі қарай 4 басталып кеткен, 8-ге дейін көрсетіліп тұр. Мынаның өзінен де көрініп тұр, ана 4 деп тұр ғой, жаңа сіздерге көрсеттім. Мына жердегі 3 қайда сонда? Оны кім жеп қойды? Ол негізі түсу керек пе еді? Мінекей, әкімдік осыған билік жауап беріңіздерші. Қазақстан Республикасы, оның ішінде Қызылорда өңірінің билігі. Неге Қазақстан Республикасын деймін? Өйткені мемлекеттік республикалық бюджеттен бөлінеді ақша, ояқта есепте де тұрады, ақша бөлінбей өзімізден бөлініп өзімізді қамту мәселесі қозғалса, яғни жергілікті әкімдік. Бірақ біз үкіметке, билікке есеп беріп отырамыз, Қазақстан Республикасының президентіне. Үкімет басшысы әрі қарай президентке есеп береді. Осындай өңірлерде, осындай жаңағы бағдарламалар бойынша, болмаса демеушілік бойынша, болмаған жағдайда, осындай жағдай бойынша мінекей осындай үйлер соғылды. Олар мінекей көп балаларға берілді, мүгедек кісілерге берілді. Болмаса жаңағы үйлері, апатты жағдайдағы үйлерді сырып, алып тастап, содан жаңағы несін кезегін күтіп отырған кісілерге берілді деген секілді әрбір санаты бойынша үйлер табысталады. Мінекей мына үйлерді демеушілікпен соққанның өзінде де енді мен былай айтқым келеді, құрметті көрермендер, мен түсінемін, мына жерде бюджеттен соғылған емес, бұны демеушілер арқылы соғылған десеңіздер, онда болса мына жерде неменеге алып қалдыңыздар дегенім ғой. Әп-жептер кейін жер тұр екен, неге бұл жерге соқпадыңыздар? Демеушінің ақшасы жетпей қалды ма сонда? Пәленбай үйді бастап. Неге мына ортаны ашып қалдыңыздар дегенім ғой. Ананы 4 емес, анау жақта 8-ші үйдің орнын бос қылып, мына жерге неге қатарынан жүргізбедіңіздер дегенім ғой. Неге мына жер ашық қалып қойды? Халықтың қазір көкейінде сұрақта жүр, оның ішінде енді халықтан бұрын өзіңді неге ананы 3 қылып жермедіңіздер? 4 қылып жергендеріңізде, сонда мына жерде 3 болу керек қой негізі. Егерде жаңағы кезектілік несімен берілетін болса, жаңағы үйдің жаңағы нөмірлері, неге онда осы ананы 4 қылып жеріңіздер, неге 3 қылып жермедіңіздер? Мақұл, мына жерді ашып қойдыңыздар, ал бір нәрсеге керек болған шығар. Неге 3 қылмадыңыздар? Сонда мына жерде 3 деген бар деген сөз ба сонда? Сонда бұл жерде 3 бар, ана 4-ің онсыз да тұр. Әлде бұл жерде іздеу жоқ дедіңіздер ма? Енді айтып отырмын, мен білмей жатырмын қалай екенін. Сосын ертең күні бұл зерттеулерге жатады. Міне айтып отырмын ғой, бұл менің де көкейімде тұрған сұрақ болып тұрғасын айтып жатырмын бұны. Бұл жақсылыққа апармайды. Егерде шынымен де, мен енді бұны бейресми ақпарат қой, бұның бәрі мен үшін, ел үшін де, мен үшін де. Біреуін жық қойды деп ойламаймын енді мынандай бір дәу 5 қабатты үйді соғыншы жаңағыдай түйен түгімен жұтқандай жұтып қойса, ондай болса, бұл енді білмеймін қандай ананың аран екенін, ондай аранды білмеймін. Егерде ондай дәл сондай қайталанатын болса, жеу мәселесі бойынша мен білмедім. Ондай болса, мынаны жеу мүмкін емес шығар, бір 5 қабатты үйді соғыншы қарысын жеп қою. Білмедім, ол енді бір сұрақ болып қалайын деп тұр енді кімге болса да. Міне біздің Қызылорда өңірінде осындай түйткілді мәселелер көп, соның бірде бірегей осы жер. Мен біраздан бері келіп осы жерді бір не қылып кеп жүрген тұғым, бүгін енді сәт түсті. 23